Балалар, суретте не көріп тұрсыңдар? Жануарлар. Неше жануар бар? Өте дұрыс, 2 жануар көріп тұрып, ал олардың аяқтары нешеу? Дұрыс айтасыңдар, 4. Ал көздері, құлақтары ше? 2. Балалар, олардың құйрықтары нешеу? 1 дұрыс айтасыңдар. Ал осы 2 жануардың барлық аяқтарын қосып санасақ, нешеу болады? Дұрыс айтасыңдар, 8 аяқ болады. Балалар, бұл сандардың барлығын біз не үшін таптық деп ойлайсыңдар? Біз қандай тақырыппен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, сан есіммен таныстық. Ал сендер оның ережесін жаттадыңдар ма? Қане есімізге түсірейік. Жаттығуларға назар аударайық. 26-шы жаттығу ертегіні оқы. Түйе мен түлкі. Түлкі тоғайда түйені көреді. Денесі ойқы-шойқы, олпы-солпы екен. Осыдан бірдеңе түсіп қалар деп, алыстан аңдып жүреді. Бір күні түйе өзеннің арғы жағына өтеді. Оны бақылап тұрған түлкі: «Уа, түйе, су терең бе екен?» деп сұрайды. «Терең емес, тізеден ғана келеді», дейді түйе. «Тізеден ғана болса, таяз екен», деп түлкі түйе жаққа өтпек болады. Суға түседі де арғы жағаға бет алады. Өзеннің ортасына да жетпей, бір батып, бір шығып, қақалып-шашалып суға тұншыққан түлкі түйеге айғай салады: «Тізеден дегенің қане? Мен батып барам ғой!» Сенің тізең мен менің тізем бірдей ме? Әлім білмеген әлек деген осы», дейді түйе. Қазақ ертегілері кітабынан. Балалар, ертегі мазмұны бойынша түйе мен түлкінің қайсысының жауабы шындық, қайсысы жалған екенін дәлелдеп көріңдер. 27-ші жаттығу мәтінді көркем жаз. Сан есімдерді тап. Жаттығуды өз беттеріңмен орындап көріңдер. Балалар, сіздерге қосымша тапсырма: мақал-мәтелдерді жалғастыр және де сан есімдердің астын сыз. 30-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңнің ұйқасын тауып жаз. Дәптерлеріңе өз нұсқаларыңды жазып көріңдер. 32-ші жаттығу: өлеңнің тыныс белгілерін қойып жаз. Су табиғат байлығы, өзен көлге барғайсың. Кемі 2 рет әр күні суға түсіп тұрғайсың. Өлеңнің ішінен сан есімнің астын сыз. Жарайсыңдар балалар, үй тапсырмасын жазып алыңдар. 81-ші бет 29-ші жаттығу, 82-ші бет 33-ші жаттығу. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.